Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен кесе самса дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге керегі жылырақ су, содан соң ұн, сары май керек болады. Сары майды кішкене ертіп алсаңыздар болады, немесе үй температурасында тұрған сары майды қолдансаңыздар да болады. Мен барлық керек құрамдарын, қанша грамм қосу керегін бәрін описание бөлімінде жазып кететін боламын. Міне осылай барлығын араластырып, басы біріккенше қамыр елейтін боламыз. Және тұз қосуды ұмытпаңыздар. Қанша грамм қасық, қанша қасық қосқанымды мен описание бөліміне жазып кететін боламын. Кесе самса өте тойымды және кешкі астың орнына пайдалансаңыздар да болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Мына жерде қамыр тыңғанша салмасын дайындап алатын боламыз. Менде тартылған ет емес, мен қолдан турап алдым еттің барлығын. Сосын картоп, пияз қосып жібердім. Сіздерге егер картоп ұнамайтын болса, картоп қоспасаңыздар болады. Сосын соң қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз теңдей. Мен екі зуаладан бір-бірінің үстіне май жағып біріктіріп алдым. Төртеуін бірден біріктіріп жіберсеңіздер болады. Егер қатпары қалың және қатпарлау болғанын қаласаңыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай ортасына сары майды, сосын қолдың майын ертіп біріктіріп жағып алдым. Сіздерде қолдың майы жоқ болса, шедролетаны пайдалансаңыздар болады, немесе 82% майды пайдалансаңыздар өте жақсы болады. Дайын болған салмамызды осылай біріктіріп, тұз бұрышын салып, жақсылап дайындалып алатын боламыз. Және көлемі осы видеода көрсетілгендей кішкене жуан болу керек. Осылай жұқалау етіп жайып аламыз. Қатты жұқа болып кетуі шарт емес, орташа жұқалықта болу керек. Содан соң осылай кесе немесе пилай болса, соған салып, осылай ішін салмаға толтырып алып, астын қат етіп бекітіп алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандай жасасаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Менің арнамда тағы да сіздерге пайдалы тағам түрлері бар. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, лайк басып, және менің каналымнан не күтесіздер, соны комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздерге ас болсын. Көріп тұрғандарыңыздай 180 градуста 45-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Өз қалаларыңызша күнжіт сепсеңіздер болады, немесе сеппесеңіздер де өте әдемі болып шығады. Жұмыртқа жағуды ұмытпаңыздар, өйткені беті жылтырап әдемі болып шығады. Сіздерге ас болсын, сау болыңыздар. Сіздермен болған Гүлшат.